Таң қараңғысында жаңа ғимараттың көлеңкесімен оралған қала орталығында Жанна есімді әйел өмір сүрді. Жанна сымбатты, іскер әйел. Қоғамда беделді, заманауи технологиялар жақсы меңгерген. Оның өмірі әлеуметтік желілерде жарқыраған. Инстаграм, тикток секілді платформаларда миллиондаған жазушылары бар болатын. Жанна өзінің әдемі өмірін көрсетіп, әр күнін лайықты өткізуді ұнататын. Бір күні Жаннаға ерекше бір хабарлама келді. Бұл хабарлама оның жеке желілік мекен-жайына жіберілген. Қарапайым емес, жасырын бір фейк қолданушыдан келген еді. Хабарламада тек бір ғана сөз жазылған. Милфа. Жанна бұл сөздің мағынасын білмей интернеттен іздеді. Бірақ ешқандай нақты жауап таба алмады. Тек оның әйел адамға қатысты екенін білді. Осы хабарламадан кейін Жаннаның өмірі біртүрлі жағдайларға тола бастады. Түн ортасында Жанна үйінде отырғанда терезеден сыртта тұрған бір көлеңкені байқады. Оның жүрегі дүрсілдеп, терезені қарауға жақындады. Бірақ сыртта ешкім жоқ екеніне көз жеткізді. Бірнеше күннен кейін ол тағы да сол көлеңкені көрді. Бұл жолы ол терезеден алыстау жерде тұрған болатын. Жанна бұл жағдайды кездейсоқ деп ойлап, көңіл аудармауға тырысты. Бір күні таңертең Жанна өзінің әлеуметтік желідегі аккаунтына кіргенде жаңа жазбаның пайда болғанын көрді. Бұл жазба оның атынан жазылған. Бірақ ол бұл жазбада өз жазбағанына кәміл сенді. Жазбада «Милфа қайда жүр?» деген сұрақ қойылған. Жанна бұл жазбаны өшіріп тастады. Бірақ келесі күні тағы да сондай жазба пайда болды. Жаннаға осы жағдайлардың бәрі қорқынышты көріне бастады. Ол үйінің қауіпсіздігін күшейтіп, бейнебақылау камераларын орнатты. Бір түні ол камералардың бірінде біртүрлі бейненің жазылғанын көрді. Бұл бейнеде бір әйел адамның көлеңкесі оның үйіне жақындап келе жатты. Бірақ камераның жазбасында бұл көлеңке анық көрінбеді. Тек оның пішіні ғана байқалды. Келесі түні Жанна үйінде жалғыз отырғанда оның телефоны белгісіз нөмірден қоңырау шалды. Телефонды көтергенде ар жақтан тек тыныштық естілді. Бірнеше секундтан кейін біреудің тыныс алуы анық естілген болатын. Жанна телефонды тастап полицияға хабарласпақ болды. Бірақ оның телефоны жұмыс істемей қалды. Бұл жағдайлардан кейін Жанна өзінің пәтерінде жалғыз қалуға қорқа бастады. Ол достарынан көмек сұрап, олардың біреуін шақырды. Бірақ достары келгенде бәрі қалыпты болып көрінді. Жанна өзін өзі қинап, барлығының жай ғана елес екенін сендіруге тырысты. Бірақ соңғы түні Жанна осы жағдайдың шегіне жетті. Ол ұйықтап жатқанда біртүрлі дыбыс естіді. Ол оянып, бөлменің ішінде біреудің тұрғанын көрді. Бұл әйел адам бейнесі, бірақ оның жүзін көре алмады. Бұл сол Милфа еді. Жанна орнынан тұрып, жарықты жаққанда бейне жоғалып кетті. Бірақ бөлменің ішіндегі суықтық пен қорқыныш сезімі сақталып қалды. Келесі күні Жанна бұл пәтерден кетуге шешім қабылдады. Ол барлық заттарын жинап, басқа қалаға көшіп кетті. Бірақ ол білмеді. Милфа оның артынан мүлдем қалмады. Жаңа пәтерге көшкеннен кейін де ол сол көлеңкені қайтадан көре бастады. Жаннаның өмірі ешқашан бұрынғыдай болмады. Милфа оның өміріне мәңгілік кеніп, оның әрбір қадамын бақылап жүретін болды.